Біз бүгінгі таңда Қазақстан көпұлтты мемлекет. Мемлекет емеспіз, біз көпұлтты мемлекетпіз. Елімізде көптеген ұлттар бар, көптеген ұлттардың да құқығы бар. Референдум керек дүние. Үлкен бір халықтық референдум жасалу керек. Сіздің қазақ ұлтының болашағын шешуші референдум дегеніңізді отаршыл шовинизмге қарсы бас көтеріп, ұлт азаттық күресін бастаған алаш зиялылары осы әрекеттермен өткізіп еді. Осы референдум Алашорда үкіметінің құрылуымен нәтижесіне жетті. Референдум нәтижесінің мәтіні Мұстафаның көз жасымен, Әлиханның, Мағжанның, Ахметтің, Міржақыптың, Шәкәрімнің таза қанымен жазылды. Осы референдумға 86 жылдың желтоқсанында Алматының аязында қазақ жастары тарапынан мөр таңба басылды. Сіз айтқан референдум 91 жылы тәуелсіздік декларациясы қабылданған күні ресми түрде бекітіліп, бүкіл әлемге жария етілді.